Игра в кальмара. Сіздермен бірге Заңгер Шыныбаев Марғұлан. Бүгін жалпы игра в кальмара деген барлығы аузымызда жүрген сериал. Сол туралы айтылатын болады. Жалпы сериал емес, бұл сериалдың біздің өмірге ұқсастығы жайлы. Бұл сериалды басынан аяғына шейін көріп шықтым. Кешке бастадым, түнгі 3:30-ға шейін көріп шықтым. Енді жақсы деп айта алмаймын. Жаңағыдай адам бөлімі көп, бірақ сериалдан сериалға екіншісін көргің келе береді. Яғни сюжет өзіне тартып алады да. Не үшін? Өйткені адамның ақша үшін не істетпейді деген көрінісі көрінеді. Яғни ақша үшін бір-бірін өлтіреді. Ақша үшін қасындағы досын өлтіруге дайын. Ақша үшін адами келбетін, өзінің адами жаңағыдай құндылықтарын бұзуға дайын. Сол туралы айтылады. Бір жағынан бұл жерде кинода жаңа тығырыққа келген адамдар туралы. Яғни қаншама басында несиелері бар, қаншама қарыздары бар, соны өтей алмай жүрген адамдар. Басына анда соғады, мында соғады, қарыздан қарызға кіріп кеткен жат, басын не істерін білмей жүрген адамдарға осындай игра в кальмара ойынын ұсынады. Ең басты кезде оларға ойын ұсынады да көрсетеді, қаншама адам қайтыс болады, олар бәрін жібере салады. Жібере салады да, бірақ айтады, бізде осынша миллион теңге выигрыш бар, егер қатысқың келсе қайтып кел дейді кинода. Осыны адамдардың бәрін жібере салады. Бірінші ойын ойнағаннан, бірінші ойынның өзіне қаншама адам қырылып қалады. Одан кейін 90% қайтып келеді. Не үшін? Өйткені ақша миында тұр да. 45 миллиард юанский, корейский доллар ма бірдеңке, там нереальный ақша. Соның бәрін алу үшін ойлайды, мына өмірім несі артық, мына жерде қарыз бар, нелері бар, жұмыс істеу керек, басқасы істеу керек, ана жерде шешім дайын. Барып ойнайсың, егер повезет, онда қанша миллиард теңгені алып аласың. Не повезет, ну ладно. Яғни бұл жерде адамның ниеті қандай? Адамның ниеті бірден қазір проблемасын шешіп тастау, бірден байып кету, бірден кредит қаншама қарыздарды шешіп тастау. Яғни бір чудо керекті, сиқыр. Яғни бұл жерде не туралы? Бұл жалпы проблеманың шешудің дұрыс емес екендігін көрсетеді. Яғни бізде өмірде чудо болмайды. Біз өзімізбен жұмыс істеуіміз керек. Сол кезде ғана біз реальный проблеманы шеше аламыз. Ақырын, step by step. Мысалы, қазіргі таңда біз енді компанияға хабарласатын адамдардың көбісі кредитке батып кеткен адамдар. Өте көп проблемалар, келеді да сұрайды, маған кредит аннулировать етпеші, мен төлемейтін нәрсе берші деп келетін адамдар бар. Бірақ ол аннулировать ету, оның бір нюанстары бар. Болады, кейбір несие кредит бойынша сұрақтарды жасауға болады, бірақ кейбір ситуацияда жасауға болмайды, ситуацияға байланысты, әртүрлі, соған байланысты. Бірақ ниет, қандай ниет? Төлемеу қою. Көрдіңіз ба? Алады ақшаны, бірақ төлегім келмейді. Мен түсінемін, когда пайыздарын азайтып, белгілі процентке шейін азайтып, соны графикке тұрып қайтадан төлеу деген түсінемін. Бірақ егер ниет алған ақшаны төлемеу қою болса, ол менің ойымша дұрыс емес ниет. Түсіндіңіз ғой? Ниетке байланысты. Содан кейін осындай кредитке неге бәрі батып кеткен қазір Қазақстан халқы? Выход жоқ, не істейді? Қазіргі таңда сот орындаушылармен ұрысып, атысып, сот орындаушылардың өліміне шейін барып жатыр. Яғни қазіргі таңда кредитке батып кеткен адам өзінің өмірінде
конға қойып, өзінің өмірімен рисковать етіп, өзінің мүлкін сақтап қалуға шейін барып жатыр. Түсіндіңіз ғой, қандай ситуациядамыз қазір. Адам өз-өзіне қол жұмсауға шейін барады осындай кездерде. Яғни өзінің өмірін ақшаның құлы қылып қойды. Түсіндіңіз ғой, бұл жерде қандай ситуация. Сондықтан қазіргі біздің Қазақстанда болып жатқан шынымен ситуация сондай игра в кальмараға өте ұқсайды. Адамдар тығырыққа тіреліп қойған, микрокредиттер көп. Андай банктан кредиттерін алып алады, соны жабу үшін еще тағы да астынан оның астынан микрокредиттер алады. Қаншама қарыздары бар. Бұның бәрін шешу керек. Шешілмесе реально біздің Қазақстанда игра в кальмара басталуы мүмкін. Ақша үшін неше түрлі жаңағыдай поступокқа баруы мүмкін. Сондықтан барлығымызда бір ауыздан егер ереуілге шығып жатыр, алдында көріп әйел азаматтар ереуілге шығыпты, несиелерін, кредиттерін кешіру туралы талап етіп жатыр. Бұл кезде несиелерін кешіру туралы бір адамдар кешіру мүмкін, жалпы проблема шешпейді. Бізге не керек? Бізге банкроттық туралы заң керек. Егер біз талап ететін болсақ, арыз жазатын болсақ, яғни халық болып, жеке тұлғаны банкрот деп тану туралы заңын қабылдау туралы талап ететін болсақ, ол бізге қазіргі таңдағы шығу жолы. Яғни реально бешісіне батқан қарызанды банкрот деп тауып, оның жұмысынан белгілі бір уақытқа шейін айлығынан ұстап отырып, қалған кредиттерін кешіру. Яғни банкке реально қанша қарыз, негізгі қарызын төлеп, проценттің белгілі проценттерін алып тастап, тек қана бір мөлшер, мысалы 10%, 20% ғана қалдырып, максимум қалғандарын алып тастап, соны ғана төлеттіретіндей қойып график қойып қойса, банкрот деп жарияласа, онда сол адам осы тығырықтан шығу жолын табады. Үйін сатып жүрген жағдайда үйінің ақшасымен үйін сатса, болды, қалғандары қарызын бәрі кешірілу керек. Түсініңіз ғой, біздің заманда қалай үйін сатады, үйін сатқанның өзінде де банкке тағы еще қарыз болып қалады. Не істейді енді ары қарай ол? Үйінен айырылды, жұмысы жоқ. Жұмыс істейін десе, айлығының 50% ұстап қалады, семьясына жетпейді, айлық 100 мың теңге. Неге жетеді? Яғни бұл адам тығырыққа тірелгеннен кейін неше түрлі жағдайға баруы мүмкін. Сондықтан біздің қазіргі ситуация осындай. Сондықтан мен де айтуды шаршамаймын. Барлық халық болып, егер бір брифинг басқа да бірдеңке болатын болса, осы жеке тұлған банкрот деп табу туралы заңды қабылдауға біз атсалысып президентке шейін, Конституционный совет, парламентке дейін письмо жазып, халық болып хат жазып, осы сұрақты көтеруіміз керек. Сонда біз мүмкін осы несие, кредит вопростарын шешу жолын табармыз. Тығырыққа тірелген адамдардың. Жалпы айтайын дегенім осы. Сондықтан біздің өмірімізде игра в кальмара сияқты болып кетпесін. Қолымыздан келгенше атсалысып, жаңағыдай осы әлеуметтік желіде осы тақырыпты талқылап, жаңағыдай банкроттық заң қабылдауына өзіміздің үлесімізді қосайық. Яғни сіз болып, біз болып, егер бұның бәрін талқылайтын болсақ, жүйеге келтіретін болсақ, болады. Мысалға, егер сіздер реально осы заңның қабылдануына қосылсаңыздар, астына плюс қойып комментарий жазыңыздар. Егер көп комментарий болса, көп плюстар болатын болса, пожалуйста, мен де как өзімнің компаниямнан ұсыныс жазып парламентке жіберейін осы заңды қабылдау туралы. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Астында комментарийде сіздердің жауаптарыңызды күтемін.